Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Жаңа ресми ақпараттарда шығып жатыр. Жалпы Қазақстан ұлттық құрамасының жаттықтырушысы Алихан Алиев қызметінен босады деп жатыр. Бір жағынан қуанасың, бір жағынан жаңа қимастық бар. Әлде уақыт беру керек пе еді? Нақты білмейміз, бірақ енді алдағы уақытта ендігі бапкерлерді біз енді әлем чемпионатына қатыспайтынымыз мүмкіндіктеріміз жоғы енді белгілі. Сол себепті де алдағы уақытта бір Еуропадан ба, жаңағы комментаторлар, жүргізуші айтып отыр ғой, Польшадан ба, осы Европаның футболын иісін білетін, тактикаларды жақсы білетін мамандардың әкелуін тілейміз. Осы қалған 3 ойынға осы құрамаларды, жастарды дайындап, бір-біріне химия орнатып, алдағы уақытта дайындау қажет деп ойлаймын. Парақшаларымызға тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге қолдауларыңызға көп рахмет.